Сәлем баршаңызға достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай кішкене сары алмалардан өте дәмді компотты бірге дайындаймыз. Каналдан алыстамай тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Мен әрбір жемісті көкөністі міндетті түрде осындай яблочный уксуспен жуып аламын. Ең алдымен осылай бір ас қасық немесе 2 ас қасық яблочный уксус құйып жарты сағатқа қалдырамын. Содан соң алмаларды жақсылап тұрып жуып аламыз. Кейіннен банкаларды және қалпақтарды жақсылап стерильдеп тазалап жуып аламыз. Содан соң жаңағы алмаларды мен көз мөлшермен салдым. Қалауыңызша бұдан да көп немесе аз салсаңыздар болады, немесе ассорти ретінде жанына тағы да басқа тәтті жемістерді қосып жасасаңыздар болады. Мен тек осы сары кішкене алмадан жасап шықтым. Алмаларды салып болған соң үстіне қатты тарсылдап қайнап тұрған суымызды толтыра құйып шығамыз. Барлық банкіге құйып шыққан соң бетін жауып шамамен 15-20 минут уақытқа дәл осылай қалдырамыз. 20 минут уақыт өткен соң арнайы осындай қалпақ кигізіп, жаңағы біздің ыстық қайнаған суларымызды үлкен кастрөлге құйып аламыз. Және дәл осы суды қайта қайнатамыз. Ол су қайнағанша біздің жаңағы банкілерімізге қантымызды салып шығамыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін, қанттың мөлшерін сіздерге описанияға қалдырып өтемін. Сол жерден көріп, нақтылап өлшеп жасасаңыздар болады. Содан соң жаңағы қайта қайнаған суымызды банкілерге құйып шығамыз да, арнайы осындай банкі жапқышпен жақсылап барлығын жауып, және жапқанына көз жеткіземіз. Сондай-ақ банкінің сырты ыстық, міндетті түрде майлықпен ұстаңыздар, және осылай қант ерігенше бір домалатамыз. Осымен біздің компотымыз дайын. Каналымда тағы да ассорти компоттың рецептісі бар. Кіріп қарап каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.